Сабақ мектептегі оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі, шығармашылыққа толы үздіксіз процесс, оқытудың негізгі нысаны. Сабақта оқушылармен педагогикалық қарым-қатынас жасау және тәрбиелеу міндеттері іске асырылады. Мен Молдашева Гүлфат Бақтығалиқызы, Жаңақала аудандық білім беру бөлімінің Мәжитжинсов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарамын. Назарларыңызға 5-ші сыныпта қазақ тілі пәнінен өткізілген сабағымды ұсынғалы отырмын. Ұзақ мерзімді жоспардың 9-ші бөлімінің тақырыбы аспан әлемінің құпиялары, ал грамматикалық тақырыбы сын есім. Сабақтың тақырыбы табиғаттың құпия сырлары. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары. Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Ал осы оқу мақсаттарынан өрілген сабақтың мақсаты барлық оқушылар суреттер мен тірек сөздерді қолданып, тақырыпқа қатысты сұрақтарға жауап береді, тыңдалым мәтіні бойынша негізгі ақпараттарды анықтайды. Көптеген оқушылар тірек сөздерді қолданып, тақырыпқа қатысты сұрақтарға жауап беріп, кері байланыс орнатады. Тыңдалым бойынша негізгі ақпараттарды анықтап, айтылымда қолданады. Кейбір оқушылар тірек сөздерді қолданып, тақырыпқа қатысты жетекші сұрақтар құрастырады. Сұрақтарға дәлелдер келтіре отырып жауап береді. Тыңдалым мәтінін бойынша анықтаған негізгі ақпаратты тақырыпты дамыту үшін тиімді қолданады. Қысқа мерзімді жоспарымды 2020 жылдың 6 сәуірінде қабылданған номер 130 бұйрығына сәйкес құрдым. Сабақтың басында оқушылардың қызығушылығын ояту үшін, зейінін сабаққа аудару үшін галереяда ой шарлау әдісін қолданамын. Интерактивті тақтада көрсетілген аспан әлеміне қатысты суреттерді қарай отырып, бүгінгі сабақтың тақырыбын болжайды және аспан әлемі тіркесіне ассоциация жасайды. Оқушылардың ой пікірлерін толық тыңдап болғаннан кейін, қажеттілігіне қарай оқушыларға қайта бағыттау сұрақтарын қою арқылы тақтадағы кластерді толықтырамын. Осы жұмыс аяқталғаннан кейін оқу мақсатымен, сабақтың мақсатымен және бүгінгі бағалау критерийлерімен таныстырамын. Сабақтың ортасында тыңдалым алды тапсырманы карусель әдісі арқылы жүзеге асырамын. Бұл әдіс оқушылардың жұптасып жұмыс жасауына тиімді болып табылады. Сұрақтар интерактивті тақтадан шығарылады. Ғарыш деген не? Қандай қызықты ақпарат білесіз? Аспан әлемі туралы не білесіз? Галактика дегенді қалай түсінесіңдер? Қандай аспан денелерін білесіңдер? Жұлдыздар деген не? Шоқ жұлдыз деп нені айтады? Жұлдыздар неге кішкентай болып көрінеді? Міне осы сұрақтарға оқушылар жұптасып, кезектесіп жауаптарын айтады. Ғарыш әлемінің құпиясы көп. Оны адамзат әлі толығымен зерттеп болған жоқ. Ежелгі уақыттан бері адамдар жұлдызды аспанға назар сала қарап, өз бақылауларының нәтижелерін жазып отырған. Аспандағы жұлдыздарының орналасуының жердегі өмірге ықпалы бар деп есептеген. Бұрын теңізшілер кеменің жолын жұлдыздар бойынша анықтаған. Темірқазық жұлдызы басты бағдар болған. Ежелде Қытай астрономдары түнгі аспанды қарап отырып, жұлдыз карталарын құрастырған. Олар жұлдыздардың орналасуы бойынша болашақты болжауға болатынына сенген. Қытай императоры жұлдыз жорамалмен салыстырып отырып, елді басқарған. Түнгі аспан ежелгі жұлдыз зерттеушілерді өзіне тартатын.
Жұлдыздар топтарында жануарлардың, батырлардың, құдайлардың сұлбасын көріп, оларға атау берген. Шоқ жұлдыз деп қандай да бір пішін құрайтын жұлдыздардың тобын атайды. Шоқ жұлдыздар жұлдызды аспанда жөн сілтеуге көмектеседі. Әрбір шоқ жұлдызбен қандай да бір аңыз хикая немесе миф байланысты болған. Осы видеоны тыңдай отырып, оқушылар алдын ала үлестірілген сөздер бұлтына осы тыңдалым мәтіннің тірек сөздерін жазып отырады. Айтылым тапсырмасы, яғни бірінші тапсырма. Тыңдалым барысында сөз бұлттарына жазып алған ақпараттарды қолданып, мәтіннің тақырыбы, идеясы, мазмұнына толық талдау жасап, жұбымен сұхбаттасады. Сұхбат барысында қолданылатын үлгі сұрақтарды алдын ала беремін. Жұлдыз деген не? Ғаламшардың жұлдыздан қандай айырмашылығы бар? Күн жүйесінің құрамына қандай аспан денелері кіреді? Ғарыштан алынған ақпараттардың адамдар үшін немесе шаруашылық үшін қандай маңызы бар? Немесе оқушылар өз сұрақтарын құрастырып, жұптарымен сұхбат жүргізуге болады. Жұмыс аяқталғаннан кейін бағалау жүргізіледі. Әр оқушы өз жұмысының сабақ бойындағы айтқан айтылымын бағалап, 2 жұлдыз 1 тілек айтады. Сабақтың келесі бөлігінде қолданылатын тыңдалым мәтінін оқушылар мұғалімнің оқуында тыңдап, мәтін мазмұны бойынша маңызды тірек сөздерді және маңызды бір ақпаратты берілген сызбаға жазып отырады. Тыңдалым мәтіні. Бұлтсыз ашық түнде аспаннан жапырылған жұлдыздарды көресің. Енді кейбірі солғын жарық нүктеге ұқсайды. Енді бірде күшейіп, бірде әлсіреген отты елестетеді. Шынында да олардың әрқайсысы күнге ұқсас жанып тұрған орасан газ шарлар. Ең ірілері күннен 10 есе немесе 100 есе үлкен. Мөлшері жермен қарайлас шағындары да бар. Жай көзбен қарағанда аспан әлемінде 3000-ға тарта жұлдыз көрінеді. Ал қазіргі замандағы ең жаңа құралдармен есепке алынғандардың саны бірнеше миллион. Ғалымдардың болжауынша жұлдыздардың жалпы саны миллиардтан асып кетеді. Жерге ең жақын жұлдыз күн. Оның төңірегінде ірі аспан денелері, планеталар айналып жүреді. Грекше планета адасушы жұлдыз деген сөз. Ғаламшарлар өзінен жарық шығармайтын салқын денелер, бірақ түнде жылтырап көрінеді. Ол күн сәулесіне шағылысуынан солай көрінеді. Ғаламшарлардың айналасында серіктері айналып жүреді. Жер серігі ай. Күн және күнді айналып жүретін ғаламшарлар мен олардың серіктері күн жүйесін құрайды. Күн жүйесі әлем кеңістігінің немесе ғарыштың бір кішкене шағын мүйісі ғана. Ол галактика деп аталатын жұлдыздар жүйесіне кіреді. Әлемде ондай галактикалар миллиондап саналады. Жерді қоршаған бүкіл дене әлем немесе ғарыш деп аталады. Адам ерте кезден-ақ ғарышты зерттеуге тырысқан. Ғарышқа жол 1957 жылы 4 қазанда ашылды. Жердің жасанды серігі ұшырылды. 1961 жылы 12 сәуірде адам баласы бірінші рет ғарыш кемесімен жер шарын айнала ұшты. Ол Юрий Гагарин болатын. Сабақтағы 2 тапсырманы оқушылар жеке орындайды. Тыңдалым мәтінінің мазмұнындағы мәліметтер мен өз білімін қоса отырып, берілген тірек сөздерді сөйлету үшін сұрақтар құрастырады. Сабақтың соңындағы рефлексия инсерт әдісі бойынша қорытындыланады. Мен үшін жаңалық, мен үшін тосын жай, мен үйрендім. Осы аталғандарға сәйкес оқушылар өз пікірлерін білдіреді.
Үйге тапсырма: аспан әлемі тақырыбында фантастикалық әңгіме құрау. Критерийлері: әңгімеде екіден кем емес кейіпкерлердің болуы. Екінші критерий: 50-60 сөзден тұруы қажет. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.